Мен Сұлтан Бейсенұлы Айталиев. Осы жылу электр орталығында 1967 жылдан бері қарай жұмыс істеп келе жатырмын. Қазір енді мына жастарға сабақ беремін. Сосын болып жатқан, жаңадан құрылып жатқан бу қазандары бар, турбина бар, солардың бәрін проектісін оқып, сол жаңағы енгізуге жұмыстанып жатырмын. Енді цех бастығының көмекшісі ретінде. Мектеп бітіргесін жұмыс таңдау бір болады ғой адамзатқа, енді өздері бір сүйіп таңдаған жұмыстарына кіргісі келеді. Сол уақытта мектеп бітіргенде менің ағаларым болған алдында. Олар сол кездегі электриктер, энергетиктер еді. Ол ағамыз кезінен Гурьев энерго кездегі соның қазіргі вице-министр, вице-президент дейді, қазір уақытта жаңағы зам директоры болды. Соған шейін көтерілді. Ал енді көкеміз ол кісі соғыстан кейін келіп, жаңадан басталып жатқан электрлендіру қаланы жұмыстарына араласып, ол кезден бәрі қолмен қойын, жаңағы үлкен бөденелерді көтеріп, соған жаңағы сымдарды тартып, үстіне шығып, астына түсірген жігіт ағалардың, көкелердің қасында болғанмын мен кезінде. Сол кезде ойлағанмын, мен де электрик болсам деп, жаңа осындай ағалар сияқты жақсы маман болып танылсам деп ойлағанмын. Сол енді мектеп бітіргеннен кейін осы ТЭЦ деген организация болды. Сол кезде жаңадан құрылып жатқан, тек жаңа 4-5 жыл болған организация ғой. Содан осы келіп, сол кезде бір ағамыз болды, Адил Кадров, соғысқа қатынасқан. Сол кісі айтты, балам дұрыс келдің деді, энергетика деген сала, ол өмірге керек жұмыс. Бұл жерде сен әр уақытта керек боласың, сұраныс болады саған деп. Ойладым, мен мектепте оқыған жаңағы нем бар, аттестаттарым бар, ішінде жазылған қандай мамандар үйреткен бір екінші, үшінші сыныптан алады ғой дедім. Жоқ, сен әлі оқыған жоқсың, сондықтан сені электрослесарьдің көмекшісі қылып аламыз деді, то есть ученик қой енді. Ол кезде енді құралдардың барлығы ескіше болды, қазір бәрі дамып жатыр деген сияқты. Сол енді бастап кеттік жұмысты. Ол жұмыстан кейін сосын енді үкімет ел алдындағы борышымызды атқардық. Сонау Мурманскіден барып бір шықтық. 3 жыл жаңағы морфлотта, Северный флотта служить еттім. Ол жерде жаңағы кеменің ішінде біздің жұмысымыз бар екен. Орада котел бар, орада турбина бар, жаңағы сондай. Солған сразу апарып жұмысқа орналастырды, службаға. Сол 3 жылда жұмыс жасап келіп, қайтадан өзім мекеме оралдым. Майда келдік. Тамыз айында Алматыдан политех институты келіп, мұнан қабылдау комиссиясы келіп, соған экзамен тапсырдық қой. Тағы қасында жігіт бір ағамыз. Екеуміз тапсырып өтіп кеттік. Бітіргесін мені мысалға Маңғышлақ нефтеге жіберді жұмысқа. Бірақ сонда да мұнда анам жалғыз болды. Ағай жаңағы жалғыз балаларменен анам айтты, анда кетіп қаласың. Ағам жалғыз, мен ана жаққа бармаймын, себебі ағайындарым бәрі осында қалшайшы деп. Менен направлением ана жаққа жаңағы. Сол барып сұранып едім, жіберіңдер мен Атырауға деп, Гурьевке. Жаңағы бір үлкен ағай болды, айтты, ой бала, бізде жаңа ашылып жатқан мекеме, мұнай, ақша, жаңағы зарплата көп. Сенде қанша аласың мұнда? Мен айттым, бізде мұнда ол кезде 100 рублей ғой. 100 рублей десем, біздерде 600-700 рублей аласың деп. Мақтады ғой жаңағы. Анаңды алып кел, үй береміз. Ағаңды алып кел, ағамның жұмыс бұрында техникумды бір оқыған екен геологияда. Ағаңды алып кел, ағаңа жұмысқа береміз, үй береміз деп мақтады ғой бәрін. Бірақ енді сол білмеймін әйтеуір. Балалық па, әлде жастық па, сол өзім еліме оралуға талпынып сұрандым қайта-қайта. Аға жіберші мені. Ақшада қыздырып тұрған жоқ, анда анам бар жалғыз деп, сонымен қайтадан келдім мұнда. Келіп содан бері осында жұмыс істеп жатырмын. Біздің мекеме өте қауіпті мекеме ғой. Қызық заттар көп бола бермейді. Көбіне жаңа қауіпті заттар болады. Есімде қалғаны біздің
сол 70-80 жылдары бір сайлау болатын болып, таңғы келсе, енді ол кезде біздерді бәрімізді сайлау мекемесіне алып барып ұйымдастыру жағдайын нетеді ғой. Соны жаңағы ол кезде үлкен кісілер ерте сағат 6-да келіп дауыс береді ғой. Соны біздерде 5-те келіп, жаңа отырып, қағаздарын дайындап жатқанда бір қатты шамалы оқиға болды. Біздерде қалаға жылу беретін установка бар жаңағы. Сол буменен қызады да, жаңағы қалаға баратын суды қыздырады. 150 градусқа шейін өзінің несі бар, нормативі бар. Сол марттың кезет, сол жарылып, мына жерде 3-ші бу несі бар, турбинасы бар, соның тұсында тұрған еді ана установка. Жарылып, жаңағы жардың, бүкіл жарды жаңағы екі неде арада тұрған жарды құлатып, арғай алып кетті. Таңғы 5:30-да болған зат, сол әйтеуір адамның бәрі жарақат алған жоқ, жақсы болды. Келсек, ана жер үңірейіп тұр. Сондай қысымның соншама күшінің қатты екенін сонда көрдік. Адам өмірі деген ең қымбат не ғой енді. Өте қауіпсіздік бірінші орында тұрады бізде. Ол сол кезде білмеймін, енді біздерде басқа мекемеге кету деген ой болған жоқ. Себебі бізге ондай ойлауға да уақыт берген жоқ. Ол кезде біздің мына мекемеміз Гурьев облысы бойынша жаңғыз мекеме ғой енді. Жарық беретін, жылу беретін. Ол кезде қазіргідей мына Орал облысыменен, Маңғыстау облысыменен жаңағы не жоқ, связь жоқ. Тек қана өзімізге өзіміз береміз. Сондықтан біздерде мысалы күн-түні жұмысқа шақырады. Күн-түні жұмыс, күн-түні жаңағы ойлауға, бір жақ кетуге ондайға мүмкіншілік жоқ болды. Мысалға мен мұнда келгенде 67 жылдары ол кездегі құралдардың бәрі приборлар жаңағы ламповый дейді ғой, ламповый усилителдер болды. Содан кейін жайлап транзисторларға ауысты, диодтарға ауысты, электронный. Содан кейін барып уже процессорлар кетті, микропроцессор. Қазір мысалы компьютерлардың, ноутбуктардың істе тұрғаны бізде де тұр. Сол жаңағы автоматизация қазір өніп, үлкен деңгейге көтеріліп жатыр. Соның бәрі өте қызықты. Жылма-жыл оқуым керек, жылма-жыл үйренуім керек. Жаңағы ауыстырылған құралдардың бәрін үйреніп, өзің соны оңдауға, соны пайдалануға бейімделуің керек. Егер бір жерде тұрып қалсаң, оқымай ары қарай, онда сен жұмысы шықпай дұрыс. Біздің келіп тұрған жеріміз қазір мынау 12-ші, 13-ші турбиналардың басқаратын пульті. Осы жерде жаңағы 12-ші турбинамыз 100 мегаваттық, мынау 13-ші турбина 65 мегаваттық электроэнергия береді. Мынау электроцехтың жаңағы басқаратын щиттары, көрсететін құралдары, бәрі де осы мынау кілттері, линияларға қосатын, алып тастайтын, айырып тастайтын, осы жерден бастап жігіттер бәрін қолданады, ары қарай электроэнергияны халыққа жіберуге жұмыстанады. Ақша деген енді өмірдің бір несі ғой, бір моменті ғой. Ақшасыз тағы болмайды, өзіңе керекті заттарыңды алу керек. Бірақ ойлаймын, сол өзінің сүйікті бір жұмысың болса, мамандығың болса, сүйікті бір ұжымың болса, сол өте адамды тәртіпке шақырады, бірлікке шақырады. Мамандықты жақсы игеріп, жақсы жұмыс істеп, жақсы атақтарға ие болып, артынан жатқан жастарды үйретіп, соларға өзіңнің бір білгеніңді үйретіп кетсең, соның артық дүние жоқ сияқты. Қазіргі жастар өте ақылды, өте ойлы келіп жатыр. Біздің орнымызды басып, ары қарай өздерінің жұмыстарын алып келіп жатыр, алып кетіп жатыр. Айтып жатырмын ғой, біздің қазір уақыт сондай тез өзгереді. Құралдар да тез өзгереді, жаңағы басқаша жаңадан технология шығады, соның бәрін жастар үлгеріп жатыр. Біріншіден ойлаймын, білім жаңағы ерінбей, сол еңбек етіп, білімді болу керек жастар. Сондықтан оқу керек, әр уақытта өмір деген оқу ғой. Жылу, жарық, бұл енді адамзатқа, қоғамға керек нәрселер ғой. Сол енді әр уақытта халыққа бір жақсы жағдай жасап, үйлерінде жаңа жылу, жарық болып тұрса, одан артық жақсылық жоқ қой. Біздер сол үзбей соларға сол
өзіміздің көмегімізді көрсетіп тұрсақ, соның өзі бір бақыт деп есептеймін. Себебі болып жатады ғой, қысты күнде естідіңіздеріңізде бар ма? Экипажда авария болып, жаңағы бүкіл қала қатып қалды ғой. Қала қатып, қаншама қиындық көрді адамдар. Ойлаймын, біздер жақсы жұмыс істесек, авария болмай, халыққа қызметті жақсы көрсетсек, содан артық бақыт жоқ сияқты. Майталман шешен дейді, майталман жазушы дейді. Мен ойлаймын, мысалға біздің мекемеге қатынасты майталман шебер деп айтар едім. Егер бүкіл осы біздің мекеменің жұмысын білетін, әдісін білетін, қолдана білетін азамат сол енді майталман болады деп ойлаймын. Себебі ол әр және өзінің білгенін кейінгі атқан ұрпақтарға үйретіп, өздерінің жаңағы оқуларын, жетістіктерін бәрін үйретіп, сол жастарды дайындаса, сол бөліссе өзінің жақсы мамандығымен, тәжірибесімен, сол майталман ғой деп ойлаймын.